Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен өте әдемі, пайдалы дүние жасайтын боламыз. Бұл не деп ойлайсыздар? Бұл сіздерге өте қолайлы, дүкенге алып жүруге ыңғайлы шоппер сумка. Шоппер сумка қай жерде деп ойлайсыздар? Бұл мінекей кішкентай ғана қобдишаның ішінде орналасқан. Ал ендеше бірге ашып қарайық. Ал мінекей қараңыздар. Қандай әдемі шоппер сумкамыз шықты, кішкентай ғана қобдишаның ішінен өте әдемі шоппер сумкасы пайда болды. Іші өте сыйымды, қараңыздар, кеңдігі қандай, ішіне көп дүние салып алсаңыздар болады. Және екі жақты етіп жасай аласыздар. Қараңыздар, егер де ішкі жақ паткалатын түсті матадан жасасаңыздар, онда осы шопперді сіздер екі жақты етіп ұстай аласыздар. Қараңыздар, мінекей. Сондай кез келген образыңызға бір шоппердан екі шоппер сумка шығара аласыздар. Ал ендеше бастайық, менімен бірге болыңыздар, осының қыр-сырын толығымен сіздермен бөлісетін боламын. Ал достар, біздің сөмкемізді дайындау үшін не қажет? Ең алдымен мінекей шоппер сумкамыздың негізгі матасы, дак матасын алдым. Сіздер кез келген матаны алсаңыздар болады. Жұқалауынан да матамыздың размері 37-де 41. Дәл осындай екі бөлік, және де ішкі жағына осындай кез келген ранфорс, сатин маталарынан паткалат мата дәл сол размерде 37-де 41 сантиметр. Содан кейін ұстағышына мінекей екі бөлшек, бұның ені 8, ұзындығы 50 сантиметр, мінекей екі дана қажет. Сосын бізге шетіне ұстағышқа кез келген осындай бір колечко керек болады. Бұл фурнитура дүкендерінде сатады. Әртүрлі пішінде болады, дөңгелек, үш бұрышты, төрт бұрышты, кез келгенін алсаңыздар болады. Және де астына бізге осындай құрақ керек. Бұл құрақты ши құрақ дейді, немесе тырна құрақ дейді. Тырна құрақта бұндай үш бұрыштар төрт жағынан болады, немесе екі жағынан да болады. Мінекей мен екі жағынан жасадым. Дәл осыны жасау үшін бізге бөз матасы немесе қалыңырақ дак матасында қолдануға болады. 15-те 15 сантиметр, артығын сосын қиып алып тастайтын боламыз. Көрдіңіздер ме? Мінекей шетінен артығы қалған жерді алып тастаймыз. Мінекей 15-те 15-тен екеу дайындайсыздар. Мен қазір біреуін уже тігіп қойдым сіздерге көрсету үшін. Ал сіздер бірден екеу пішіп аласыздар. Содан кейін негізгі велюр матасы, бұның ені 3 сантиметр, ұзындығын өздеріңізге қарай ала бересіздер. Артығын қиып отыратын боламыз жұмыс барысында. Және де дәл ортасына 4-те 4 сантиметр велюр матасы қажет. Кез келген түсінен алсаңыздар болады. Және де осындай шеттеріне, бұрыштарға тік төрт бұрыш қиып аласыздар. Ең алдымен 6-да 6 сантиметр, содан кейін тең ортасынан 3 бұрышты бөліп, осындай бөлшектер дайындаймыз. Ол бізге шеттеріне. Сіздер оны 4 шетіне қолдансаңыздар болады, немесе дәл осындай 2 шетіне қолдансаңыздар. Және де бізге замок керек. Мінекей замогымыз алынып, салмалы замок. Ең қысқасы жоқ, негізі осыдан қысқалау барлығы ұзын болғандықтан осындайын алдым. Артығын жұмыс барысында қиып тастаймыз. Егер осының барлығын дайындап алсаңыздар, онда тігінге барайық. Достар, ең алдымен осы құрақты тігуден бастаймыз. Ол үшін бізге ең астына бөз матасы, дак матасы, кез келген қалыңырақ мата керек. Соны 4 бөлігін осылайынан қаламмен қосып аласыздар. Содан кейін бізге велюр матасы қажет, 4-те 4 сантиметр. Оны қараңыздар. Оның мінекей несі, түгі үстіне қарамау керек. Мінекей қолмен өздеріңізге сезіледі. Түгі астына жатып тұру керек. Мінекей астына жатып тұр. Соны тең ортасына орналастырасыздар. Тең ортасына орналастырғанда қараңыздар, әр бұрышы сызған бұрыштарыңызға дәл келеді. Енді осыны лапканың бойымен ғана тігеміз. Қараңыздар, лапканың бойымен матаның бойы бірдей орналастырып алғаннан кейін, ал мінекей тігінді бастаймыз. Жұмыс барысында айтып отырамын. Міндетті түрде басында закрепка жасап аламыз. Инемізді алмай, лапкамызды көтеріп бұрамыз. Екінші жақ бетін тігеміз. Закрепка жасап, лапкамызды көтереміз, мінекей шығарамыз. Екі бетін тігіп алдық. Ендігі кезекте мінекей келесі жолағымызды аламыз. Бұның да түгін, мінекей қараңыздар, үстіне қарап тұрады, және де екіншісін басқан кезде астына қарайды. Сол астына қараған күйінде бүйтіп бетін орналастырамыз. Ақ матамыздың үстіне. Енді лапкамызды қойып, закрепка жасап, мына жерде артығын алып тастаймыз. Мінекей. Осы жерді тігіп өтеміз енді. Лапкамызды көтеріп, ашамыз. Қараңыздар,
ашқаннан кейін міндетті түрде былайынан ауасын шығару керек. Қолмен басып, осы жерден лапканы қоясыздар да қайтадан артқа қарай тігесіздер. Ал мінекей тігіп алдық, ауасын шығардық. Тағы да келесісін түгін астына қаратып, үстінен қоямыз. Закрепка жасап аламыз да артығын қиып алып тастаймыз. Ал мінекей тағы да ашамыз, ауасын шығарамыз, лапкамызды қойып, бірдей тігіп аламыз артқа қарай. Ал мінекей дәл осылайынан келесісінде қоямыз түгін астына. Мінекей закрепка жасаймыз. Дәл осылайынан 4 жағын тігіп шығамыз. Ал мінекей достар, қараңыздар, артқа қарай жүрдік. Енді сәл алға қарай жүріп, осы жерден 3 бұрышымызды қоямыз. Қараңыздар, 3 бұрышымыз негізгі беті осылайынан қарап тұру керек. Көрдіңіздер ғой? Негізгі бір беткі жағы. Енді біз осыны ішкі жағына айналдырамыз. Былайынан мінекей мына бұрышы, мына тік бұрыштың ішіне сәл 1-2 мм жетпей тұру керек. Лапкамызды көтеріп қойып аламыз. Сол кезде қараңыздар, шетінен лапканың бойымен тігілген кезде артқа қарай қайырғанда мінекей дәл бұрышпен теңеседі бізде. Мінекей осыны қойып аламыз. Міндетті түрде басында закрепка жасайсыздар. Мінекей мына жердегі артық жібін алып тастаймыз. Закрепка жасалған. Мінекей артқа қайырған кезде бұрыштары тең болды. Енді алға қарай жүреміз. Тағы да сәл ортасына дейін әкелеміз. Келесі 3 бұрышымызды дәл солайынан қоямыз. Ал мінекей, енді мына шетіне дейін әкелеміз. Мінекей қараңыздар, әр бұрышы дәл келді. Енді осыны дәл басындағыдай 4 жағынан қайтадан көк түсті матамызбен толық айналдырып тігіп шығамыз. Лапканың бойымен міндетті түрде закрепка жасаймыз. Астындағы 3 бұрышты түзеп алыңыздар қолмен. Ауасын шығарамыз да қайтып артқа жүреміз. Келесісін қоямыз. Дәл осылайынан қайталап шығамыз. Енді менімен бірге жасаңыздар. Толығымен түсіндірдім. Видеоны қарап отырып бірге болыңыздар.
мінекей енді екінші қатардың үш бұрышын салатын боламыз. Дәл солайынан бұрышын бұрышына келтіресіздер. Осылайынан ұстап тұрып қарап аласыздар. Бүктелгенде бұрышқа дәл келе ме екен. Енді мінекей соңғы қатарды тігіп шығамыз. Ал мінекей толығымен тігіп біттік. Енді матамыздың шетінен 1 миллиметрге айналдырып төрт жағын тігіп шығамыз. Мінекей құрағымыз дайын болды. Құрағымыз 14-те 14 сантиметр болып шығады. Енді артық жерлерін қиып алып тастаймыз. Ал мінекей достар, бөлшегімізді тігіп болдық. Ендігі кезекте бір-біріне жалғауымыз керек. Жалғамас бұрын ең алдымен осы бөлшегімізді, тіккен бөлшектерімізді үтіктейміз. Қараңыздар, мына бірінші бөлшек қандай дүп-түзу, ешқандай артық ауасы жоқ, иә. Дәл солайынан мына бөлшекті де солай үтіктеп аламын. Үстінен марлы қойып үтіктейсіздер, немесе артқы бетінен пармен жақсылап үтіктеп аласыздар. Ал ендеше осыны үтіктеп алайық. Ал мінекей қыздар, жақсылап үтіктеп алдым. Енді осыны бір-біріне қаратып, жанынан тігіс түсіреміз. Ал мінекей екі бөлшегімізді қосып алдық. Ендігі кезекте ұстағышын жасап алуымыз керек. Мына дәл ортасына оны қалай жасаймыз? Осы қалған матамызды мінекей 7 сантиметр етіп қиып аламыз. Осы жаңағы құрақтан қалған матадан 7 сантиметрді ұзынынан қиып аламыз да шетінен 2 миллиметрге тігіс түсіреміз. Мінекей тігіп алдым. Енді осыны арғы бетіне айналдырамыз. Мінекей айналдырып алдық. Қараңыздар. Енді осыған бағанағы дайындаған бөлшегімізді, фурнитурамызды кіргіземіз мінекей. Енді бір-біріне теңестіріп, құрағымыздың дәл ортасына орналастырып тігеміз. Үстінен бірнеше рет басып тігіп шықсаңыздар болады. Артығы егер ұзын деп санасаңыздар, сәл артығын шығарып қойып тігіп алыңыздар, сосын қиып тастайсыздар. Ал мінекей ұстағышымыз да дайын болды. Келесі кезекте замокты тігеміз. Ал достар, ендігі кезекте замогымызды орнатамыз. Ол үшін замогыңызды аласыздар. Мінекей үлкендеу замок, потайной замок алмаңыздар, себебі оны жаба алмай қаласыздар. Мінекей замогымызды алдымен қарап аласыздар, өздеріңізге жететіндей етіп. Содан кейін бір жерінен белгі қойып аласыздар. Мінекей мен белгі қойып алдым. Дәл осы жерден бастайтын боламын. Қазір тігісті артық жерін сосын алып тастаймын жұмыс барысында.
мінекей қараңыздар. Мына артық жерін сосын қиып тастаймын бітіргесін. Замокты тігу үшін машинаның лапкасын өзгертесіздер замокқа арналғанға. Енді осы нүктемізді мінекей мына шетіне қойып алам, жаңағы ұстағыштың жанына. Сол жерден бастаймын деген сөз. Бұл жерде замокты тіккен кезде дәл замокқа тақап тікпейсіздер. Қараңыздар, шетінен бір 5 мм қашықтықта айналдырып тігіп аласыздар. Бұрылатын жерге келген кезде кішігірім тіліктер жасаймыз. Замоктың жақсы айналуына, мінекей қараңыздар. Сіздерге көрінеді деп ойлаймын, қараңыздар қазір. Мінекей. Осылайынан тіліктер жасап аласыздар. Екінші бұрышында да дәл солай тіліктер жасайсыздар. Дәл ортасына дейін мінекей әкеліп тігесіздер. Тігіп алдық. Осы белгіні екінші жағына да ауыстырып аласыздар. Мінекей. Екінші жаққа да осылай белгі орналастырып алғаннан кейін замогымызды ашамыз. Мінекей. Енді дәл бетін екінші жаққа қаратасыздар. Қараңыздар. Бұл жерде де дәл мінекей мына шетінен қай жерден бастадыңыздар, міне белгі сол жерден бастаймыз. Замокты сәл жақындатыңыздар. Мінекей. Белгіміз тұр, сол жерден тігетін боламыз. Айналдырып тігіп шығамыз. Мінекей замогымыздың ең соңына келген кезде замоктарды сәл қайырасыздар, қараңыздар. Мінекей. Сосын қайырылған жерінде үстінен бірнеше тігіс жүргізіп шығасыздар. Ал мінекей қосып алдық, артық жерін алып тастаймыз. Артық жерін алып тастағаннан кейін тек мына бас жағына әзірге тимейсіздер. Мінекей, айналып тұр қазір. Мінекей осы күйінде қалады. Әзірге бұл бөлшегіміз дайын. Ендігі кезекте ішкі шопперіміздің негізгі бөлігін тігетін боламыз. Ал достар, негізгі бөлігімізде шопперді бір-біріне мінекей қаратасыздар. Бір-біріне қаратып алып, басында, соңында закрепка жасап тігіп шығамыз. Мінекей, шоппердің негізгі бөлігін тіктік, дәл осылайынан подкладты да тігіп шығамыз. Ені 37 сантиметр жерінен қосып тігесіздер. Мінекей подкладымызды да тігіп алды. Ендігі кезекте ұстағышын тігеміз. Бір-біріне қаратасыздар, ұзыннан тігіс түсіреміз.
Ал мінекей екі ұстағышымыз дайын болды. Енді осыны ішкі бетіне айналдырамыз. Ал мінекей қараңыздар, подкладты тігіп алдық, негізгі бөлігін тіктік және ұстағыштарды тіктік. Енді осының барлығын жақсылап тұрып, шеттерін ашып, ұстағышымызды дүзеп отырып, үтіктеп аламыз. Мінекей достар, барлығын жақсылап ашып, үтіктеп алдық. Ендігі кезекте тігінге барайық. Келесі кезекте біз осы ұстағышымыздың шеттерін 1 мм-ге толығымен айналдырып тігіп аламыз. Мінекей, ұстағышымызды алып, шетінен 1 мм тігіс түсіреміз. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, шетін барлығын әдемілеп тігіп алдық. Келесі кезекте енді ұстағыштарымызды жалғаймыз. Мінекей, қараңыздар. Негізгі шопперіміздің ұзындығы 41 см. Соның қазір тең ортасын табамыз. Мінекей, осы жерден тең ортасын табасыздар. 20-да 0,5, мінекей, тең ортасын белгілеп аласыздар. Енді ары қаратай 7,5 см. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, мінекей, 7,5 см. Енді бер қаратай 7,5 см. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сонда барлығы 15 см мінекей. Ұстағыштың аралары 15 см. Дәл осыны екінші бетке де өлшеп аласыздар. Мінекей, өлшеп алдық. Ендігі кезекте осы жерге ұстағыштарымызды орналастырамыз. Қараңыздар, ішкі бетінен мінекей ең бірінші белгілеп алған нүктеңізге жеткізіп ұстағышта орналастырасыздар, түйреп аласыздар. Ал мінекей мынаны жақсылап айналдырып, бүйтіп айналып кетпегендей, қолмен осылай ұстағышты тартып өздеріңізге қаратып орналастырып алыңыздар. Сосын келесі міне нүктеге жеткізіп екінші жағын орналастырамыз. Мінекей, аралары бірінен бірі ара қашықтығы 15 см болады сонда. Осы жерді енді тігіп аламыз. Дәл осылайынан екінші ұстағышты да тігеміз. Ал мінекей достар, екі ұстағышты тігіп алдық, ол ішінде қала берсін. Енді қараңыздар, шопперіміздің тең ортасын тауып алуымыз керек. Оны мінекей бір-біріне тігісті қаратасыздар. Сосын осы жерден тілік жасап аласыздар. Мінекей екінші жағында дәл солайынан белгілеп аласыздар. Тең ортасын тауып алдық. Ендігі кезекте осыны жалғауымыз керек. Қалай жалғаймыз? Қараңыздар, мінекей белгілеп алғанды дәл тігістің ортасына орналастырасыздар. Осы жерден түйреп аламыз. Ендігі кезекте екіншісін орналастырамыз. Замокты сәл алға қаратай тартасыздар. Мінекей, көрдіңіздер ме? Осыған тең ортасына келтіріп орналастыруымыз қажет. Ал мінекей, екі жағынан тең ортасын таптық. Енді мінекей мына тең ортасын сөмкеміздің астыңғы тең ортасына орналастырамыз. Ал мінекей төрт жағын түйреп алдық. Енді қалғанын айналдыра түйреп орналастырып аласыздар. Ал мінекей достар, толығымен айналдырып түйреп шықтық. Енді осыны тігіп аламыз айналдырып. Достар, міндетті түрде закрепка жасаймыз. Шетінен айналдырып тігіп шығамыз. Ал достар, замокқа келген кезде замокты ішінен тартасыздар. Сәл ішке қаратай тартасыздар да,
тігісті шетімен бересіздер. Осы жерде сәл қиындық туындайды. Ал мінекей достар, қараңыздар, айналдырып отырып тігіп алдық. Негізгі асты мен үстін бір-біріне жалғадық. Енді машинаның лапкасын өзгертесіздер. Сосын енді сәл замокқа жақын етіп тігіп шығасыздар екінші мәрте. Себебі замокты сіздер бірнеше рет аша беретіндіктен мынау нық қатты тігілу керек. Сондықтан да сәл енді замокқа жақынырақ тағы бір айналым тігіп шығасыздар. Мінекей екінші мәрте тігіп алдық. Енді замоктың артығын қиып алып тастай береміз. Мінекей алып тастағаннан кейін қараңыздар, тексеріңіздер. Мына шетті мынамен нық тігілді мінекей. Замоктың шеті тігілді ме екен. Егер де сіздер замок бөгет жасап, мына жерде қиындық туындап тіге алмасаңыздар, осы жерді қалдырып кетіп, қолмен пішіп тігіп алыңыздар. Замоктың жаны қатты тұру керек. Себебі берік болу керек, бірнеше рет ашып жабылатындықтан. Ал мінекей достар, қараңыздар, асты мен үстін біріктіріп болдық. Енді астын осының өлшеп аласыздар. Қанша сантиметр сіздерде шыққанын. Менікі 14-те 26 сантиметр шықты. Дәл сондай мінекей подкладты пішіп аласыздар. Осының тең ортасын табасыздар подкладтың. Мінекей бір-біріне бүктеп төрт жағынан да тауып аласыздар. Ендігі кезекте мінекей төрт жағын тапқаннан кейін осыны подкладпен біріктіріп, айналдырып тігіп аласыздар. Дәл солайынан тең ортасын тауып, негізгі астына біріктіріп, айналдырып тігіп аласыздар. Мен қазір түйрегенін көрсетпеймін, бірден тігіске отыратын боламыз достар. Мінекей төрт бөлшегін тауып алдым да, дәл негізгі бөліктегідей төрт жағына осыны түйреп шығып, айналдырып тігіп алатын боламын. Ал мінекей айналдыра қараңыздар, барлығын түйреп алдым. Енді толығымен тігіп шығамын. Ал достар, мінекей негізгі бөлікпен подклад тігіліп дайын болды. Енді негізгі бөлікті бергі бетке айналдырасыздар. Артық жіптері болса, содан кейін алып тастаймыз, жақсы ма? Себебі дак матасы осындай сөгілмелі болғандықтан артық жіптер шығып тұрады, оны сосын алып тастаймыз. Ендігі кезекте осы негізгі бөлікті подкладтың ішіне кіргізесіздер. Подкладты айналдырмайсыздар, ол теріс бетімен тұр сіздерге. Мына ұстағыштары сыртта қалып қоймасын, ішке кіргізесіздер. Енді теңестіресіздер осыны. Тігістерді қараңыздар. Тігіс пен тігісті теңестіріп түйреп аламыз. Ал мінекей мына жерден теңестіреміз. Осыны айналдырып түйреп аласыздар. Мінекей түйреп алдық. Енді осыны айналдырып отырып тігетін боламыз да, мына ұстағыштың жанына бір 8-10 сантиметр жеткізбей артық орын қалдырамыз бізге ішкі бетінен айналдыру үшін. Енді осыны айналдырып тігіп алайық. Мінекей, қараңыздар, осы жерден кішкентай 8-9 сантиметрлік орын қалдырдық. Бізге айналдырып шығу үшін қажет. Мінекей, осыны енді бергі бетіне айналдырып аламыз. Ал мінекей достар, қараңыздар, бергі бетіне айналдырып алдық. Енді соңғы тігіс осыны шетінен 1 мм қашықтықта айналдырып тігіс түсіріп шығамыз. Бұл жаңағы біздің шығарған, айналдырған бетіміз. Осы жерді бізге жабу қажет. Осыны ұстайсыздар. Сәл подкладты ішіне қайырасыздар. Подклад бетіне көрініп қалмау керек. Мінекей, осы жерді түйреп алыңыздар. Енді осыны
1 миллиметр қашықтықта қолмен түзеп отырып тігіс түсіреміз. Мінекей достар, қараңыздар, толығымен тігіп алдық. Айналдырып қараңыздар, 1 миллиметрге өте әдемі тігіспен жаңағы ашылған жеріміз барлығы толықтай жабылды. Ендігі соңғы бөлшегіміз бізге мына жерге ұстағышқа бау тігуіміз керек. Бауды цептан жасасаңыздар болады, немесе негізгі бөліктен тігіп алсаңыздар болады. Бұл бағанағы біздің 3 сантиметрлік жолақшамыз. Енді осыны ұзыннан тігіп аламыз. Осыны арғы бетіне айналдырамыз. Мінеге айналдырып алдық. Енді осыны кіргіземіз. Осылай бетіне бетін қаратып тігеміз. Бір миллиметрге жеткізіп артығын алып тастаймыз. Енді осыны айналдырып, қараңыздар, тігісті жабамыз. Мінекей мына жерден осы ізінен үстінен тігіс түсіреміз. Ал мінекей толығымен аяқтадық. Енді барлық жұмысты бірге тамашалайық. Ал мінекей достар, толығымен шоппер сөмкемізді аяқтадық. Қараңыздар, қандай әдемі дүние шықты. Барлығы аккуратны, іші барлығы кең, әдемі өңделген. Егер де сіздерге бұл сабақ ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен де бөлісе жүріңіздер. Ендігі кезекте осы сөмкені жинаймыз.